Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін үй жағдайында дәмді панкейктер жасайтын боламыз. Бізге керекті заттар: жұмыртқа, тұз, май, сүт, разрыхлитель, ұн. Қаншадан керек екенін описание бөліміне жазып кететін боламын. Ең алдымен 2 жұмыртқаға шекерімізді қосып, венчикпен немесе вилкамен жақсылап осылай көпіргенше араластырып аламыз. Сосын тұзымыз бен сұйық майымызды қосып араластырып аламыз. Ұнға разрыхлительді қосып бөлек ыдысқа араластырып аламыз. Шай-шайдан қосатын боламыз. Оны жақсылап араластырамыз. Түйіршік қалмау керек, сұйықтығы осындай болу керек. Сосын қызып тұрған табамызға осылай құйып шығамыз. Дайын болған тестімізді. Беттері осылай көпіршігенде екінші жағына ауыстырамыз. Міне, біздің дәмді әрі жұмсақ панкейктеріміз дайын. Көріп тұрғандарыңыздай, қолжетімді әрі тез дайындалатын панкейктеріміз дайын. Сіздерге де жасауға кеңес беремін.